Hello, my dear students. Today we're going to learn conditionals. Бүгін біз шартты сөйлемдерді өтетін боламыз. Шартты сөйлемдердің жалпы саны 4-еу. Сіздерге үйренуге қиын болмау үшін біз бұл видеоны 2-ге бөлдік, және бүгінгі бөлікте алғашқы 2-еуі туралы сөйлейтін боламыз. Ең алғашқы шартты сөйлем бізде zero conditional деп аталады. Zero дегеніміз 0, ағылшын тілінде шартты сөйлемдерді 0-ден бастап санаймыз. Ең алдымен шартты сөйлем дегеніміз не? Ол егер белгілі бір шарт орындалса, онда мынандай салдар болады деген мағынадағы сөйлемдер. Яғни егер болып басталатын, немесе егер деген сөзі құрамында бар сөздерді conditionals деп атаймыз. Егер сөзі ағылшынша if. Енді zero conditionalды қарастырайық. Zero conditionalды біз барлық кезде, белгілі бір шарт орындалған кезде мынандай салдар болатын жалпы мағынадағы сөйлемдерде пайдаланамыз. Бір мысал келтірейін. Мынау саптаяқ, a cup. Егер осы саптаяқ туралы, кружка туралы жалпы айтатын болсам, былай дер едім. If you drop a cup, it breaks. Яғни, сіз қандайда бір саптаяқты жерге тастайтын болсаңыз, ол сынады. Zero conditional дегеніміз нақты мына саптаяқ емес, жалпы осының туысқандары жөніндегі жалпы рас болып табылатын факт. Келесі шартты сөйлем ол first conditional. First conditional дегеніміз нақты ситуацияларда қолданылатын шартты сөйлемдер. Яғни бұл жағдайда біз мынау менің қолымда тұрған саптаяқ туралы сөйлейміз. If you drop this cup, it will break. Егер сіз мына саптаяқты тастайтын болсаңыз, ол сынатын болады. Немесе ол сынады. Zero мен first'ті ажырата алу маңызды, айырмашылығы түсінікті болды деп үміттенемін. Яғни zero conditionalда біз жалпы шындықтар туралы айтып отырмыз, ал first conditionalда біз нақты ситуацияда алдымызда тұрған, біз көріп тұрған ситуация немесе жағдай туралы шындық болатын нәрселерді айтып жатырмыз. Сөйлемдердің құрылымына қарап өтейік. Zero conditionalда жасайтын кезде біз if, содан соң present simple'дағы сөйлем, үтір, нәтиже бөлігінде тағы да present simple'дағы сөйлем. If you drop a cup, it breaks. Ал first conditional'da сөйлемнің if бөлігінде, шарт бөлігінде біз present simple'ды қолдандық тағы да if you drop this cup. Ал нәтиже бөлігінде, салдар бөлігінде біз future simple'дағы сөйлемді қолданып отырмыз. It will break. Достар, осылай айтқанымдай шартты сөйлемдерде шарт бөлігі бар және нәтиже бөлігі бар. Бұл екеуі орынды ауыстырып қолданылуы мүмкін. It will break if you drop this cup деген сөйлемде дұрыс сөйлем болып табылады. Немесе this cup will break if you drop it. Тағы бір айта кететін жайт, егер сөйлемнің if бөлігінде болымсыз сөйлем қолданылған болса, біз мысалға if you don't drop this cup деп айтарын болсақ, біз if сөзін unless сөзіне ауыстырып, сөйлемді қайтадан болымды түрге қоя аламыз. Бұл if not мағынасын береді. Unless you drop this cup. Бұл if бөлігіне, шарт бөлігіне қатысты жағдай. Егер if плюс болымсыз сөйлем болса, unless плюс болымды болады. Егер if плюс болымды сөйлем болса, онда unless плюс болымсыз болады. Немесе if you drop this cup, немесе unless you don't drop this cup. Unless сөзінің мағынасы осындай, достар. Төмендегі жаттығуларды орындап, zero және first conditional сөйлемдерін қолдануды үйреніңіздер. I'll see you in the next lesson. Bye bye.